ойында өте қомақты ақша тігілейін деп тұр. Кімді? Ой, кіма, 120 мың деген естетпейді құдайлай. Ал, бәрекелді қыздар, енді сіздерге сұрақ. Кім қандай жемісті жақсы көреді? Фрукты. Алма? Жүзім. Банан. Молодец. Кивиге қатты ұқсай ма дедім ғой? Алма, мынау алма деп қойып. Бұл кісі алма емес ау? Қандай алма? Келіңші өзіңіз айтыңызшы. Мына кісі, бұл кісі де тура кивиге ұқсап тұр. Кивиге ұқсамайды қыздары. Мен картошка демедім негізі. Банан деген, ну енді ладно, сәл сарылығы бар екен, е? Сарылығы бар банан. Ойынын шағынға құрметті ағайын. Қазір жасыз музыкалардан өтіріші. Үш жұпты жақсылап бірінші бейбейін жарыстырып аламыз, арқырай келесі ойынның шартын айта жатамыз. Главный приз бұл жерде 120 мың теңге. Имейте в виду. Хорошо? Давайте ортада енді былай жасайық. Үш топ болды, топтарымыздың атын жақсылап ойластырып аламыз да, қазір солай жарысатын боламыз. Сіздердің топтарымыздың аты супер. Супер? Супер топ. Супер, егер бұл кісілердің аты супер топқа қошемет бар ма? Супер топ. Сіздердікі үйсқансыз. Өлі, осындай патриоттарды көрсен бар ғой, я? Жаман ырза болғанда үйсқансыз дейтін, жаман қиын ғой негізі. Супер топ деген оңай бұлар, рахмай. Үйсқансыз тобына қошемет бар ма? Әне, енді үйсқансыздардың тойы бар ма? Сіздердің топтарыңыз аты? Құдалар. Құдалы. Құдажан, құдабала, құдалар. Ал енді бірінші болып бізде супер топтың өнерін тамашалайық, келе қойыңыздар ортаға. Рахмет. Ой, бұрмай, мұна әпшемдай. Негізі мұнау жизньге бар ғой, вообще сөйлемей қараған адам. 120 мың теңге қалай билетіп атқан көріп атсыз ғой, я? Ана кісі вообще намысы қолдан беріп атқан жоқ. Супер тобына қошемет бар ма? Ал жалғастыратын бізде құдалар келе қойыңыздар ортаға, орта сізде. Шаршата меген, шаршатпай меген көрейікші кәнеге. Шаршаман қайтадан кәне. Мынау қалай кетіп жатыр? Ой, мен ризамын да осы ше. Ақша қолдың кірі деп негізі жапам өтірік айтамыз ғой біз. Ол ақша қолдың кірі деп ақша жоқтар айтады негізі ше. Ақша жаман жақсы көреміз ғой шындап келгенде. Өмірінде мен тәтем болды, туған тәтемді. Үйтіп билеген көрмеген, мынау не біледі? Ой, бұрмай. Ал енді ақша вообще керек емес сақтап шемен негізі. Барып мына жерде қатты ақша керек, беті ойбай бұл кісіден екі есе мықты билеймін дейтін қыздар. Жаңа шықпай қалғанда өліп қалғандар бар ма? Қыздар, 120 мың теңге. Қайда? Рыта! Физ нагрузка жасап жатсыз ба, не істедіңіз? Тамақ көп жеп қойдыңыз ба? Жаңадан қорытып
Dayınlık болатын қыздар жігіттер. Жақындарыңыздаршы, бері қарай келіңіздерші. Қошеметтеріңіз бар ма? Супер тобын өне ұзақ па не? Сіз кімдердің атынан келіп тұрсыз? Нағашы? Айжамалдың нағашылары қайда? Ой, нағашылар, айқайламайсыздар ма, сықырмайсыздар ма? Сіз қай жақтан? Екеуіңіз бір нағашылар. Ой, бұл Айжамалдың нағашылары өте яғын. Жаңағы Омардың нағашылар ғой, я? Бізде құйысқан саз! Ничего, 70%. Ал бізде өнері көрсеткен топ құдалар тобына. Ойға, тәте, жаңағы сіздің беткеніңіз не ақ кетті ғой? Молодец, мықты. Пока бірінші орында құдалар тұр. Бірінші. Өшеш? Ағын сіздің ұйқыт қой, дегенде сіз бейт тұрасыз, білесіз ба? Әпшем жүргізіп жүр ғой. Облысқа кірсекші, басынан шығыңыздар. Кетіңіздер ана жақтан. Қазір ортада өнер көрсететін өздерінің үнді биімен құйысқансыздар. Яблоко. Келіңізші, атыңыз кім еді? Абдуәлі? Бұл кісі вообще бір грамм ақша керек емес қой негізі. Өшіз? Не істеп жүрсің? Дұрыс аға әлі. Суперский менен көрсетті, суперский. Ал енді орта. Бүйтіп не істейін деп жатсыз жаңа? Өзім 18 жасар жігітпін деп ойлап қалды ғой деймін. Сізге салып отқан мен шамасы жоқ, бүйтіп артқа қарай музыка төлейін деп отырсыз, не істейсіз? Вообще супер, жақындарыңыздаршы, келіңіздерші.
Маған ше шынымды айтсам, бүйтіп тұрып кәдімгі алғанда ше, ал енді 20 мың теңге. Құдайжан онша емес биледі. Бұл кісі просто түрімен алып кетті. Түрі әдемі да қатты ше. Ал тәтен биімен алды. Бірінші орын 60 мың теңге. 70 ба? 70 мың теңге. Сен түрің әдемі деп көп алып қойып жүрме, яма? Сіз жаңа мықты билетін деп осы шығарып жүрмеңіздер. Теңге тең болып, бұл кісілерді дайын қояйық, қайда тұр?